Қазіргі таңда қит болып бүріштігі 1000 теңге, 1500 теңгеден сатылып жатқан пончиктарды мен де жасап көрдім. Көріп тұрғандарыңыздай бір жасағаннан өте керемет болып шығады екен. Рецебін сіздермен бөлісуді де ұмытқан жоқпын. Ал ендеше біз сімлях деп қамыр илеуге ыңғайлы ыдысымызға жылы сүт, қант және құрғақ дрожжды салып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Мінекей бізде осындай апара пайда болады. Үстіне 2 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Кейін үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымыз дәл осындай дәрежеге жеткеннен кейін бөлме температурасында тұрған сармайды салып, қолымыздың көмегімен қатты мыжып қамыр илейміз. Мінекей соңында осындай жұмсақ эластичный қамыр болады. Оның үстін мешокпен, кейін жылы орамалмен жауып, 1 сағат, 1,5 сағатқа демалдырып қоямыз. Мінекей менде 1 сағаттан аса уақыт тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте жақсы көтерілген. Енді осы қамырымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен таразының көмегімен 75 граммнан бөліп алдым. Сіздерде болмаса көз мөлшермен бөле берсеңіздер де болады. Астына қоюға мен пергаментіне бумагадан қамырдың көлеміне сай етіп кесіп алып, бірден сол бумагаға жайғастырдым. Өйткені біздің қамырымыз көтерілгеннен кейін оны қолмен ұстауға болмайды. Сондықтан да міндетті түрде қағаздың үстіне қойыңыздар. Бөліктерге бөліп алған қамырларымызды жарты сағат, 1 сағаттың көлемінде асықпай демалдырыңыздар. Дәл осындай үлпілдек болып көтерілу керек. Сонан кейін өте жай отта қызып тұрған майымыздың үстіне дәл осы видеода көрсетілгендей етіп пісіріп аламыз. Қамырларды қағазымен бірге салыңыздар. Қызарып пісе бастағанда қағаздар өзі түсіп қалады. Мінекей пончиктардың барлығын осы тәсілмен жай отта асықпай пісіріп аласыздар. Мінекей пончиктарымыздың барлығын пісіріп алдық. Енді қант ұнтағына видеода көрсетілгендей етіп барлық жерін жақсылап аунатып шығамыз. Енді осы пончиктарды ағаш таяқшаның көмегімен ішіне салма салатындай етіп тесіп шығамыз. Пончиктарды тесіп алдық. Енді оның ішіне салма салатын боламыз. Салма өз қалауларыңыз бойынша мен өз қолымнан жасаған шоколадты пастамды салып шықтым. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп салып шығасыздар. Мінекей біздің пончигіміз дайын болды. Міндетті түрде үйде өзіңіз жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Айтпақшы, шоколадный пастаның рецебін келесі видеода салатын боламын.